Саламатсыздар ма, құрметті достар? Сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Бүгін біз зорлық туралы әңгімелесеміз. Бұл тақырып сізге қызық болса, лайк қойыңыз, YouTube каналыма жазылыңыз. Мен заңгер және адвокат ретінде заңның бар екеніне, бірақ қандайда да қылмыс болмасын, адамның қорғануға құқығы бар екеніне келісемін. Бірақ моральдік және азғындыққа жататын нәрсеге өз көзқарасы мен пайымдауы бар қарапайым адам ретінде азғындық, зорлау істеріне еш жаңашырлық танытпаймын. Менің ойымша зорлау лас және жиіркенішті. Сондықтан мен мұндай істерге сирек қатысамын. Қылмыстық кодекске сәйкес зорлау жәбірленушіге немесе басқа адамдарға күш қолданып, немесе оны қолдану қатерін төндіріп, не жәбірленушінің дәрменсіз күйін пайдаланып жыныстық қатынас жасау. Жақында маған зорлады деген күдіктінің туыстары келді. Ерікті жыныстық қатынастан кейін әйел ақша талап етті. Бірақ ер адам берген жоқ. Артынша арыз беріліп, ол абақтыға жабылды. Толығырақ істің егжей-тегжейлерін айтпай-ақ қояйын. Жалпы неліктен мен бұл мысалды келтірдім? Заң шығарушы әлеуметтік желілердің ықпалымен жазаны қатайтқанға дейін тараптар татуласқан соң зорлау ісін тоқтатуға болатын еді. Басқаша айтқанда, ақшамен шешілетін. Қазір мұндай мүмкіндік жоқ. Қылмыстық кодекстің 120 бабының 1 бөлігі 5 жылға бас бостандығынан айырудан басталады. Яғни бұл ауыр қылмыс және тараптардың татуласуына байланысты тоқтатылмайды. Мен сізге айтқан бейшара нақты мерзімге тап болады. Өз тәжірибемнен айта аламын. Зорлау бойынша басталған 3 істің 2-і маскүнемдік нәтижесінде және өзара келісім бойынша орын алады. Сол сияқты жәбірленуші жек көрушілік қатынастардан жаза алады. Нәтижесінде жәбірленушілер ақша алғаннан кейін немесе басқа негіздер бойынша татуласқаннан кейін айғақтарын өзгерте бастайды. Іс жүзінде ер адам жезөкшеге ақша төлеуге, сыйлық жасауға, немесе үйленуге уәде бергені де кездеседі. Бірақ ол уәдесінде тұрмайды. Ал әйел оны зорлады деп ойлайды. Сонымен ерлер өздері үшін аса қауіпті жағдайға түсіп қалмас үшін және ұзақ мерзімге абақтыда отырып өмірін құртпау үшін не істеу керек? Ең алдымен шарап ішпеңіз. Сонымен қатар мұны бейтаныс ханымдармен жасамау керек. Егер соған қарамастан ер адам неке адалдығын бұзғаны туралы шешім қабылдаса, онда сіз күдікті мен жәбірленушінің кездесуіне қатысты хабарламаларды, хат хабарларды жоюға болмайды. Оның мақсаты олардың жыныстық қатынасқа деген қажеттілік терін бірлесіп қанағаттандыру болғанын растайды. Жақын қарым қатынас болғанын қуаттай алатын жанама куәгерлер болғаны да дұрыс. Егер ханым ақша талап етсе, сіз бұл әңгімелерді, мессенджерлердегі хат хабарларды жазып, кеңес алу үшін адвокатқа жүгінуіңізге керек. Егер ұсталған жағдайда онда қорғаушысыз ештеңе айтуға болмайды. Ең дұрысы мұндайға барар кезде баспен ойлану керек. Басқа жермен емес. Бүгінгі күнге әзірше сол. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды. Егер видео ұнаса, лайк қойып, менің каналыма жазылыңыз.